Аударып дыбыстаған Сезім Рахым. Мен жазғы каникулда, демалыста біз досым екеуміз саяхатқа шықтық, және оның ата-анасымен. Олардың ата-анасы бізге палатка берді. Біз палаткада жаттық. Және мен үш болған кез, сағат 3 болды, және мен 3 кезінде оянып кеттім. Мен көзімді ашсам, палаткадан біреу басын көрсетіп тұр. Басын кіргізіп тұрды. Мен қатты қорықтым. Олдан қорықтым, және ол басын қайта қозғалта берді. Және мен үндемей отырдым қорыққаннан. Және менің досым да оны көріп отыр екен. Ол да мендей іштен қорқып отыр екен. Ол басын қозғалта береді. Біз бір-бірімізге қарап қорқып отырдық. Және оның көздері дәу, шаштары ұзын қорқынышты адамға ұқсайды екен. Және бірдеме дыбыс шығып қалған кезде ол кетіп тез басын палаткадан шығартып кетіп қалады. Біз қараған кезде ол жоқ. Және біз ата-анамызға айттық. Және ол келесі жолы қарасақ жоқ екен. Мен әлі саяхатқа шығуға қорқамын. Достар, бұл видео ұнаса лайк басыңыздар, және көп комментарий жазыңыздар. Сенімен болған Сезім Рахым. Сау болыңыздар.